НКТ-ға кірсейікші, шынымен сабақ өтейікші. Енді мынау олимпиадаға қатысы бар сұрақтардың барлығы, мен қазір номер жазайыншы, сол қызға жазыңыздар да сұрамаңыздаршы. Камила номерін айтшы, Ақнұр. А то сабақты бөліп жатырмыз. 8 қанша? Артық әңгіме шын көбейіп кетті. Сабақ өтейік. Мен қазір номер жазайын, Камиланың номерін. Сол Камиладан сұрап аласыздар. Бүкіл олимпиадалық клубқа қалай қосылады, не істейді, қайтып қосыламыз, анау мынау. 993 40 25. Камила, Мен әріптестер, мен Камиланың номерін бердім. Осы Камиланың номеріне изменить датадан закрепить деген жоқ па, Осы Камиланың номеріне жазасыздар да, ол жерден олимпиадалық клубты толық сұрап ала берсеңіздер болады. Кімге керек олимпиадалық клуб, сол жерден түгел сұрап ала берсеңіздер болады. Кеттік. Ортада бір кісі матрикатаны сұрады да, сонымен кетті ғой ары қарай, олимпиадаға қарай. Все, сонымен түсінікті ме, әріптестер, мынау? Оңай, суретке қарадық, бірден жаза салдық. Түсінікті дейді. Ары қарай онда келесі есепке көшейік. Дейді. Кеттік, келесі есепке көшейік онда. 6-шы есеп бізге не дейді? Қараңыздар, x1, y1. Неге и жоқ, и бар? Нағы бе жоқ? И тұр. Осындай сандар жұбы берілген теңдігін қанағаттандыратын болса, онда осы түбірлердің қосындысын табу керек. Мынау былайша қараған кезде, ойбай, мынаның ішінде и қосылып кетті, анау қосылып кетті, мынау қосылып кетті, не болып кетті деген сияқты болады ғой. И-сіз шықты ғой деген. Енді и жоқ қой алдыңғы есепте. Алдыңғы есепте себебі міне центр бізде x өсінің бойында жатыр. Яғни y 0-ге тең болып тұр. Жорамал бөлік 0-ге тең болып тұр. Сондықтан и болмайды. Дұрыс па, y 0-ге тең? Мынау жерде не істейміз, әріптестер? Бірден, мына теңдікті шеше қоямыз ғой. Мынаның түсін қалай алып тұрады? Мынандай болып кетті. Қып-қызыл болып кетті ғой. Мынау теңдікті шеше қоямыз. Кәдімгідей теңдеу етіп шешеміз. Болды. Қатты бір несі жоқ, қиындығы жоқ. Жазып, бірден бөлімін мен арғы оң жағына көбейтіп жерейін. 14 минус 52i тең x минус i көбейтемін 1 плюс yi. Болды. Енді ашамыз жақшаны. 14 минус 52i тең, жақшаларды ашамыз. X плюс xyi минус i. Қараңыздар, соңғысында минус i көбейтілген yi. Ол менде минус yi-дің квадратын береді. И-дің квадраты минус 1 болғандықтан мен плюс y деп жазып жерем бұл жерге. Түсінікті ғой, Төртінші ширекте болса қалай болады? Не төртінші ширекте болса? Шеңбер ма? Жаңағы есеп па, алдыңғы есеп? Сандар тауып аласыз, центр тауып алсаңыз болды ғой, ол жерде ширекке қатысы жоқ, қатты бір. Енді жинақтайық барлығын. Так, и бардың барлығын бұлай жаза берейікші. 14 минус 52i тең x плюс y нақты бөлігі плюс мына жерден i-ді шығарып жереміз, сонда x, y минус 1 сыртында i бұл жорамал бөлігі. Теңдіктің екі жағы бізде бір-біріне тең болады, яғни екі комплекс санды бір-біріне тең деп айтамыз. Қай кезде? Ол комплекс сандардың нақты бөлігі мен нақты бөлігі, жорамал бөлігі мен жорамал бөлігі тең болған кезде біз тең деп айталамыз. Түсінікті ме, әріптестер? Сондықтан мен қазір аламын, міне нақты бөлік менде мына жақта 14 қой, ал мына жақта x плюс y. Вот, осы екеуін теңестіремін. Жүйе, Алу апай дұрыс айтады, жүйе құрамыз дейді. Дұрыс, жүйе құрамыз. И барларды бөлек теңестіреміз, и жоқтарды бөлек теңестіреміз. Жалпақ тілмен айтқанда дейін да, математикалық тіл емес. X плюс y тең болады 14-ке, ал x, y минус 1 тең болады минус 52-ге. Мынаны мен бірден есептеп жазайыншы, минус 1-ді оң жаққа бірден өткізіп жазайын.
тең минус 1 оң жаққа өткенде плюс 1 болады, минус 52 ол азайтылады, сонда минус 51-ге. Болды, енді бізге осы жүйені шешсек жеткілікті. Мынау жүйе деген бізде виетқа келіп тұр ғой, иә, әріптестер? Екі санның көбейтіндісі минус 51 болып тұр, қосындысы 14-ке тең болып тұр. Минус 51-ді береді, менде 17 мен 3. Дұрыс па? Я, 17 и минус 3 келсемін, себебі бізде қосындысы 14 болу керек. 17 минус 3 тең 14-ті беріп тұр. 17 көбейтілген минус 3 тең 51-ді беріп тұр. Минус 51-ді беріп тұр. Көрдіңіздер ма? Сонда мен x пен y-ті бірден есептеп жаза салдым. Қазір былай жасайық. Бірінші ол менде болуы мүмкін 17 мен минус 3, немесе болуы мүмкін минус 3 пен 17. Себебі екеуі де қосу әрі көбейту. Қосуда да көбейтуде де бізде ауыстырымдылық қасиет бар. Сондықтан мен орнын ауыстырып, жауаптарын екеуінде қабылдау керекпін. Кестік қой, әріптестер, иә? Сонда бізде x1 міне бастапқыда берілген x1, y1 деген ол міне мынау, ал x2, y2 деген ол міне жауап шықты. Табу керек не? Қосу осының барлығын. 17 қосамын, 17 азайтамын, 3 азайтамын, 3. 11, 17, 28. Жауап 28. Әріптесіміз 28 деп, баста ашқан кезде жазып жіберіп еді, ол дұрыс екен, значит. Иә, жауап 28. Түсінікті ма? Түріне қарасаң бір как будто үлкен бірдеңкені сұрап жатқан сияқты, шешкен кезде қарапайым теңдеу. Қарапайым обычный теңдеу шешу. Соғы жаңа айтып жатқан комплекс сан деген бір аты комплекс сан болғанмен, оның ішінің бәрі толған арифметика болды. Арифметиканы білсеңіздер, комплекс саннан қиналмайсыздар. Так, кеттік ары қарай. Түсінікті дейді, иә. Бізге мынадай теңдеу беріліпті. Осы теңдеудің түбірлерінің санын тап деп тұр. Мұндағы, мен мына бір жасыл сызықты өшіріп тастайыншы, кімсіз тастады? Мұндағы z үстінде сызылған деген сөз, ол бізде комплекс санның түйіндесі деп айтылады. Немесе z деп тұрғанымыз біздің x плюс y ғой, ал мынау z-тің үстіне сызылғаны ол бізде түйіндесі деп айтылады. Комплекс санның түйіндесі, оның арасында минус болады, болды. Енді бізге мынау, мына теңдеуді шешу үшін алдымен осы z-терді орнына қоюымыз керек. Түйіндесінің орнына мына түйіндесін әкеп қоямыз, z-тің орнына мынау z-ті әкеп қоямыз. Сонда x минус y-тің квадраты минус 4 көбейтілген x плюс y. Тең болады 0-ге. Болды. Енді осы жақшаларды ашамыз, и теңдеуді шешеміз. Все, бітті. Басқа жұмыс жоқ бұл жерде. Ал кеттік. Есептейік. X-тің квадраты минус 2x y плюс y квадрат болу керек, бірақ y-дің квадраты минус 1, сондықтан менде минус y-тің квадраты минус 4x минус 4y тең 0-ге. Енді нақты бөлігін бөлек, жорамал бөлігін бөлек жинайық. X квадрат минус y квадрат минус 4x. Дұрыс па? Бір жаққа кетеді. Ары қарай минус 2-ні шығарып тастайын ба? 2-ні шығарып тастайын, сонда не қалады? X, y минус y тең болады 0-ге. Дұрыс жинадым ғой, жорамал бөліктерді бөлек жинадым. Енді не істейміз? Қараңыздар. Енді не істейміз? Ары қарай шешеміз. Шешу үшін біз қараймыз. Оң жағында не тұр? Плюс тұрс. Оң жағында не тұр? Қай жерде 2y? Дұрыс, мына жерде 2y. Мен бүгін не істеп отырмын? Шыршап отырғанша ұйқым келіп отқан шығар. 2-ні шығарғанда. Дұрыс, сондай. Мен сондай болар-болмас жерде арифметикалық қателер жіберіп жатсам, айтып ескертіп отырыңыздар. Ондай ханның қызында да болады дейін да. Қараңыздар, оң жағында не тұр? 0 тұр. Значит, оң жағындағы комплекс санның жорамалы бөлігі де, нақты бөлігі де 0-ға тең. Ендеше, мен аламда нақты бөлікті 0-ға теңестірем, жорамал бөлікті тағы да 0-ға теңестірем. Болды, сонымен жүйе шығара саламын. Нақты бөлік қара, кеттік. X квадрат минус y квадрат минус 4x тең болады 0-ге. Ары қарай, минус 2x y плюс 2y тең болады 0-ге. Болды, мына жүйені шешеміз.
мынау жерден екіншіден y-ті жақша сыртына шығарып жіберейік. Сонда не қалады? X плюс 2 тең болады 0-ге. Жеке-жеке 0-ға теңестіріп жерсек, бұл жерде не шығады? Y тең 0-ге, X тең минус 2-ге. Ой, мынау біреу деген. Уже әріптестерім жауабын жазып жатыр. Енді аламызда y-ті 0-ға тең екендігін пайдаланып, мынау бірінші теңдеуге алып келіп қоямыз. Қойып жіберейік. Сонда, мына y 0-ға тең болған кезде, не болады? X квадрат минус 4x тең 0-ге. Бұл жерден x 1 менің 0, x 2 менің 4 шығады. Сонда менің бастапқы екі жауабым 0-да 0, және 4-те 0. Міне мен екі жауапты тауып алдым. Әрі қарай енді x тең минус 2 болған кезде қайтадан мен жаңағы бірінші теңдеуге алып барып қоямын. Минус 2 болғанда 4 минус y квадрат, минус 2 болғанда плюс 8 тең 0-ға. Дұрыс па? Енді шешеміз. Y квадрат, y-тің квадраты тең 12-ге ма? Сонда y менің тең плюс минус 2 түбір астында 3-ке. Жауап қандай болады бұл жерде? Минус 2-де 2 түбір астында 3, келесі минус 2-де минус 2 түбір астында 3. Сонда жалпы бізге түбірлерінің санын тап деп тұр. Мынау жерде 2 түбір, мынау жерде 2 түбір. Жалпы 4 түбір. Жауап Д болады екен. Түсінікті ме әріптестер? Мен мынаны кішкене бір бұлай жасап алайыншы, а то мына жерде цветті ауыстырған не көрінбей тұр да, цвет ауыстыруға. Мен қызыл ручкамен жаза алмай тұрмын. Енді дұрыс болған сияқты. Ой, бәрібір сондай болып қалды. Ладно, ештеңе етпес. Түсінікті ме әріптестер? Мынау бойынша сұрақ бар ма? Да, дейді. Тамаша. Міне түсінікті екендігі көрініп жатыр. Қарап тұрсаңыздар, шынымен, тек арифметика. Комплекс сан, тек арифметика. Бұл жерде бір вау дейтін андай бір ужас есептейді. Ужас емес, апай. Ужас емес, қарапайым. PDF сақталады. Жіберіледі PDF барлықтарыңызға. Ақнұр, бүгін Google форма толтыра ма? Себеп жеке PDF жіберіледі ғой, Мен что-то көрмедім 11-ші класста бұндай есеп дейді. Неге, апай? Сіз гуманитар бағытқа бердіңіз ба? Қарап шығу керек дейді. 11-ші сынып қай группаға жіберіліп жатыр дейді. Жеке жіберіліп жатыр. Осыған дейін 2 күн сабақ өтті ғой, бүгін 3-ші күн өтіліп жатыр ғой. Бірінші күн функция, кеше векторларға есеп шығардық, бүгін әлі жіберілмеді дейді Ұлжан апай. Неге күнде чатқа, осы ненің чатына жіберіп жатырмыз ғой Google форманы? Ұлжан апай, күнде осы Zoom-ның чатына біз жіберіп жатырмыз. Google форманы сол жерден толтырып жатыр мұғалімдер. Осы Zoom-ның ішінде толтырып кетіп жатыр мұғалімдер. Сіз шығып кетіп жатқан шығарсыз есеп біткен кезінде. Мен де алмадым, 2 күннің есептерін, кешегі запись сақталды ма екен? Кешегі запись сақталды. 2 күннің, бүгінгі 3-ші күннің, 3-еуінің де записі және осы PDF документі бірге, бүгінгі Google форма толтырамыз тағы да, сол жерде, бүгінгі Google форма толтырамыз тағы да, сол жерде 3-еуі біріктіріліп, сізге қыздар жекеңізге жіберіп береді. 3 күнді қалай алуға болады? Бүгін аласыздар. Болғанда, бүгін Google форма толтырасыздар. 2-3 күннің ішінде қыздар жекелеріңізге хабарласып, бірден доступты да ашып береді. Мынау Google недегі 3 күннің ссылкасын, сабағында, документінде барлығын сізге жіберіп береді жекеңізге. Болды, кеттік, есеп шығарамыз. Бұның шығарылу жолы, яғни алгоритмі қалай болады екен ертең госемтиханда келіп қалса 11-лердің дейді. Қайсы есептің? Жаңағын ба? Тура осылай, ағай. Тура осылай ашып жаза бересіз. Түсіндіріп жазу керек болса, прямо ашып жазасыз. Комплекс санның түйіндесін, түйіндестің орнына теңдеуде берілген теңдеудегі комплекс санның өзін
берілген теңдеуге орнына қоямыз дейсіз де, қоясыз, сосын жақшаларды ашамыз деп әрі қарай мына жерде госемтиханда прям сөзбен жазамыз ғой. Жақшаларды ашамыз, әрі қарай ықшамдаймыз, нақты бөліктерді, жорамал бөліктерді ажыратып жинаймыз және топтастырып жүйе жасаймыз дейсіз. Болды, әрі қарай теңдеуді шеше береміз дейсіз. Бұл қатты не емес? Екінші сұрақ деген ба дейді. Жоқ, екінші сұрақ деген емес. Осы зумның группасында бармыз ба, қалай білуге болады дейді. Зумда отырсыз ғой? Зум сақталып жатыр, я? Зум сақталып жатыр, Айда апай. Рахмет, түсінікті дейді. Тамаша, кеттік ендеше келесі есепке. Мына бір есепті қараңыздар. Түріне қарасан өте жеңіл. Қарапайым b квадрат теңдеу ғой, бұның несі қиын? Қазір шығарып көрген кезінде кішкене проблемалар шығып қалады. Ол жерлерде бірақ бірге былай өтіп кетуге болады. Мен қазір мынаны кішкене кішірейтсем болады ма маған, чтобы тақта не болу үшін? Сәл кішірейтейінші, әріптестер. Кем болып кетіп жатыр. Маған жазуға ыңғайлы тақта ашылсын. Соңғы рет, бір рет түсіндіріп өтейінші. Бізде бүгін 3-ші күн жаңа квал тестке дайындық сабақтар жүріп жатыр ғой күнде. Еще мынау қазір осы 3 күнге әдемі бізде возможность ашылып тұр. Ол уже бүгін 3-ші күн, сонымен уже жабылады. Қазір қандай возможность екендігін сабақ соңында кішігірім түсіндіріп өтемін. И ол сонымен осы 3 күн ішінде уже жабылады. Енді осы 3 күнде біз бірінші күні функция, екінші күні әріптестердің сұрауымен вектор, үшінші күні бүгін тағы да әріптестердің сұрауымен комплекс сандарға былтырғы 2025 жылы ақпанда келген дәл осы тақырыптарға келген квал тестінің есептерін бірге күнде талдадық. Бұлар слифтер. Алдағы уақытта ертең 16-сынан кейін бұйырса тест басталады. Ол кезде слифтер шығады. Міндетті түрде бірге талдаймыз. Сондықтан біздің чаттан отырыңыздар. И біздің чатта жазылған каждый хабарландыруға, каждый хабарламаға мұқият болыңыздар. Кімге қажет болса. Осы 3 күннің де сабағы сақталды. 3 күннің де документі бар, есептері шығарылған. Осы 3 күннің сабағы мен документін мен қазір сабақ соңында Google форманың ссылкасын сіздерге жіберемін. Сол ссылка бойынша сіздер толтырасыздар, данный жазасыздар. Ұлжан апай, шығып кетпеңіз. Сіз, наверное, есеп біткеннен кейін шығып кетіп жүрсіз. Google формаға жетпей жүрген шығарсыз. Осы WhatsApp-тың, Zoom-ның чатына мен ссылка жіберемін, Google форманы толтыратын. Сол Google формаға кіресіздер, данныйларыңызды толтырасыздар. Сол данный бойынша осы сабаққа кірген мұғалімдерге ғана жекелеп қыздар 2-3 күн хабарласады. Себебі сіздер қараңыздар, бүгіннің өзінде 125 адам отырсыздар, дұрыс па? Кеше де сондай 100 шақты адам отырған, онанда да сондай. Сол барлық адамдарға 2-3 күннің ішінде қыздар жекелеп хабарласады да, 3 күннің документін, 3 күннің ссылкасын және біз осы 3 күнге сыйға береміз деген 10-шы сыныптың алгебра геометриясын сізге толық сразу бірден береді және ашып береді доступты жыл соңына дейін. Кестік қоя. Енді бұл сұрақ бойынша, пожалуйста, сұрамаймыз деп ба? Уақыт алмайық, әріптестер. Бірден бастап қайта көрсете алмай, Амангүл апай, давайте уақыт алмайық. Осылай жіберіледі и сол жерден аламыз. Кет, есеп шығарайық. Қараңыздар. b квадрат теңдеу берілген. Бізден сұрап тұр, комплекс сандар жиынындағы шешімін тап. Бұл өз такета комплекс сандар жиынында шешіледі. Себебі дискриминант бізде 0-ден кіші сан шығайын деп тұр. Не істейміз? Жаңа әріптесіміз жазып жатыр бізге x-тің квадратын қандай да бір t деп алсақ болады дейді. Жақсы, белгілейміз. Сонда не болады? t-ның квадраты плюс t плюс 1 тең 0-ге. Дискриминант есептеймін 1 минус 4ac, ендеше менде ол 4, тең болады минус 3-ке. Немесе минус 3-ті мен 3i-дің квадраты деп жазсам болады ғой, әріптестер? Болады. Ал мен t-ның жауаптарын алайын. T бірінші және екінші. n-ші дәрежелі t1 және бөлшек дәрежелі функция. Кейін модульді теңдеулер мен теңістіктер қарастырылса, Бауыржан аға керемет тақырыптар айттыңыз. Прям күшті. Маған керемет не жасадыңыз дейін, алдағы сабақтарға
күшті андай тақырыптар бердіңіз ғой. Мен анау келесі сабақта не өтем деген менің ең андай не дейді қиын сұрағым сол. Келесі сабаққа қандай тақырып өтсем екен? Мұғалімдерге қандай тақырып керек? Мұғалімдерге қандай тақырып қызық, чтобы отырған кезде бірге жұмыс жасайтындай. Күшті Бауыржан ағайдың тақырыбынан аламыз келесі сабаққа. Жауаптарын жазайық. -1 плюс минус түбір астында 3i бөлінген 2. Жауап дұрыс қой, әріптестер? Бұл бізде тының жауаптары. Біз бұмен әлі есепті толық шешкен жоқпыз әлі. Келісесіздер ма? Енді маған не істеу керек? Тыны алып барып x-тің орнына қоюым керек. Мына x-тің квадраты плюс иррационал теңсіздік дейді. О, тамаша, прям теңсіздіктер көп не істеліп тұр ғой мына жерге. Барлық тақырып бірге бізге сізбен барлық тақырып қызық болып жатыр дейді. Тамаша, күшті. Теңсіздіктер прям күшті не жасалып жатыр ғой? Модульді n-ші дәрежелі функция дейді. Модульді теңдеулер мен теңсіздіктер и иррационал теңсіздіктер. Бұйырса теңсіздіктерге бір кірейік. Прям күшті қылып түсіндіріп беремін теңсіздіктерді. Кеттік, x квадрат тең бірінші плюсын алайықшы, я? -1 плюс түбір астында 3i бөлінген 2 мына. Ой. Міне, x квадрат тең осындай етіп бірінші плюсын алып алдық біз. Екіншісі минусы. Енді әріптестер қараңыздар, мен қазір мынаны шешсем, менде мынау былай кетеді. X-ім тең плюс минус үлкен түбірдің астында -1 плюс, ой, астына минус қойып кетіп жатырмын. Түбір астында 3i бөлінген 2. Мына. Жауап интеграл мен алғаш функция күрделі түрі n-да келген дейді. Я, интегралға прям күшті есептер келеді, дұрыс айтасыз. Квалтесте интегралға жақсы есептер келеді. Оны да бір күні интегралдарды арнайық. Сразу жеке-жеке екіге бөле салсақ. Тамаша, жеке-жеке екіге бөлейік. Жалпы, қараңыздар әріптестер, мынау үлкен түбірдің астында қалып тұр. Ешқашан комплекс сан түбірдің астында жауап болып қалмау керек. И барлық кезде түбірден шығарылған түрде болу керек. Түсінікті ме, әріптестер? Осы затты естеріңізде сақтаңыздар. Теңдеудің, теңсіздіктің барлығын жауабын жазған кезде и түбірдің ішінде қалып қалмау керек. Бізде мысалы қазіргі жағдайда и түбірдің ішінде тұр. Бұлай қалдыруға болмайды. Түбірден шығаруымыз керек біз. Түбірден қалай шығарамыз? Так, плюс минус мына жерде. -2-ден 1 плюс түбір астында 3 бөлінген 2 и мына түрде. Бірақ үлкен түбірдің астында біз әлі жауапқа жеткен жоқпыз. Жеке-жеке екіге бөлдік. Мөлдір апай, мені көріп тұрсыз сіздің айтқаныңызбен, бірақ біз әлі жауапқа жеткен жоқпыз. Енді мынау түбірден біз шығару үшін мен қазір бір жолын көрсетсем, бірақ ол өте тиімсіз. Сонда да көрсетейін. Түбірден шығару үшін, муавр мен обратно жүрсек, күшті. Муавр осы жерде көмектеседі. Мөлдір апай, қазір сіздің неңізді айтайын деп тұрмын. Квадратына келтірсек, қалай болатындығы. Мысалы, мен түбірді алайын мына. Плюс түбір астында 3i бөлінген 2. Негізінде, егер сізге i түбірдің астында қалып қалса, біз оны қалай шығарамыз? Не істейміз? Оны мына комплекс санға теңестіреміз. Ол қандай да бір комплекс сан ғой бізде, z-ке тең ғой бұл түбірдегі деген. Енді мынау түбірден құтылу үшін біз екі жағын квадраттаймыз. Екі жағын квадраттаймыз, сонда не шығады? -1 плюс түбір астында 3i бөлінген 2, i-ді шығарып алдық, зато мына жақта проблема жасап алдық, қараңыздар. X квадрат плюс 2xy i минус y-тің квадраты. Енді мына жерде әр қарай не жұмыс жасалу керек? Әр қарай мынандай жұмыс кетеді. Нақты бөліктер нақты бөлікке теңестірілу керек, жорамал бөліктер жорамал бөлікке теңестірілу керек. Сонда бізде мынандай жүйе шығады. X квадрат минус y квадрат тең болады -2-ден 1-ге. Бұл бірінші теңдеу. Екіншіміз 2xy тең болады түбір астында 3 бөлінген 2-ге. Енді мынаны әрі қарай шығару ол оңай емес. Неге? Бұл жүйе, мына жерден мысалы сіз қазір x-ті өрнектеп аласыз. Ол жағдайда не болады? Түбір астында 3 бөлінген 4y болады. Бұны сіз алып барып, мынау x-тің орнына алып барып қоясыз. Y бөлшектің бөліміне түсіп кетті. Ол қайтадан жоғары көтерілген кезде 4 дәрежеленеді. Ол бізге үлкен проблемаларды алып келеді и ұзақ уақытты алады. Сондықтан осы жерде бізге не көмектеседі? Бұл жерде бізге муавр көмектеседі. Мен мынаны өшіріп тастай берем.
Болады ма әріптестер? Міне мынау бізге тиімсіз жолды мен алып тастаймын. Муавырдың пайдасын көрсетейін деген ғой. Жаңа муавыр қиын екен, оқушылар ұйықтап қалады деп жатыр едіңіздер ғой. Мына муавырсыз жол бізге кейде осындай жағдайлар бар. Кішкене уақыт алатын, тиімсіз, қиын болатын жағдайлар бар. Енді қарайық, мына жерде мынаны мен былай жасап сызып тастайын. Ал кеттік, бірінші плюсын аламыз. Минус 2-ден 1 плюс түбір астында 3 бөлінген 2 идің 2-ден 1 дәрежесі. Болды, міне осы бойынша қазір муавыр жасаймыз. Ол қалай? N-іміз неге тең болып тұр, көріп тұрсыздар? 2-ден 1-ге тең болып тұр. Ал косинусымыз неге тең болып тұр? Косинус фиіміз бізде минус 2-ден 1-ге тең болып тұр. Синус фиіміз бізде түбір астында 3 бөлінген 2-ге тең болып тұр. Осы жерден қараңыздар. Косинус минус синус плюс қай ширек? Екінші ширек. Косинус 2-ден 1, ал синус түбір асты 3 бөлінген 2 қай градус? 120 градус. Градус оңай табылды. Көрдіңіздер ма? Фиді мен сразу тауып алдым. Мынау екеуіне қарайсыздар. Қай ширек екен ажыратыңыз, плюс пен минуспен келсе, и фиді сразу уже қай мән екендігін тауып алыңыз. Болды. Фи табылды, n табылды. Енді не керек бізге? Z-тің модулі керек. Дұрыс па? Немесе R. Формулада ол R деп жазылады. Ол не еді? Түбірдің астында мынау x пен y-ті квадраттап қосамыз. Яғни 4-тен 1 плюс 4-тен 3 тең 1-ге. Все, тамаша, R вообще 1 болып кетті. Оның алдына ештеңе жазбайтын да болдық. Енді формулаға қоямыз. Zn, яғни берілген мынау 2-ден 1 дәрежесі тең болады. Мен мына жерге жазайын бірден. R менде 1-ге тең болып кетті. Мен сондықтан оны жазбаймын. Косинус n менде 2-ден 1 көбейтілген фи менде 120 градус. Қосамын и синус n менде 2-ден 1 көбейтілген 120 градус. Тең есептейміз. Косинус 60 градус қой мынау жер, косинус 60 градус деген неге тең? 2-ден 1-ге тең. Плюс и синус 60 градус. Синус 60 градус деген не? Түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең мына. Все, тамаша. Бұл уже бізде бірінші жауап шықты. Бұның алдында мына жерде білесіздер плюс-минус бар еді. Яғни бұл уже бізде бірінші жауап, мынаның алдында плюс-минусымен мына. Мынаның алдында себеп плюс-минус еді ғой бізде. Бұл бірінші жауап. Енді қазір екінші жауапты аламыз. Ол тура осылай муавырмен болады. Сіздер өздеріңіз шығарыңыздар қазір. Көріңіздер, орнына қойып көріңіздер. Мен қазір жерге берілген жазайын. Екіншісі деген ол минуспен деген естімеген екенмін дейді. Муавыр деген керемет формула бар. Жаттап алыңыз. Мен қазір муавыр формуласын берілгенде жазып көрсете салайын. Жаңа негізі жаздық. Қайтадан жазу қиын емес бізге. Муавыр формуласы бізде міне z-тің n дәрежесін, яғни комплекс санның екінші жауап плюс орнына жай ғана минус қоя саламыз жақша ішіне. Дұрыс айтасыз, жақша ішіне минус қоя саласыз. Екінші жауабы тура осы жолмен шығады. R-дің n дәрежесі косинус n фи плюс и синус n фи. Болды, мынау муавыр формуласы, мынаны муавыр формуласы деп айтады. Бұл жердегі n деген дәреже, міне мұнда көрсетілген дәреже. R деп тұрғаным модулі. Мынау менде n. Ал R деп тұрғаным модулі. R-ді біз қай жерде таптық мұны? R деп тұрғаным модулі деген түбірдің астында мынау екеуін квадраттап қоса саламыз. Сосын фиді қайдан табамыз? Фи деген мына косинус фи мынаған тең, синус фи мынаған тең. Осы екеуінен фидің градусын алып аламыз. Бұл формула тек комплекс санда қолданылады ма сонда? Бұл тек комплекс санда қолданылатын формула. Бұның аты муавыр. Жаңа біз есептерді жалпы бүгінгі эфирді осы муавырмен бастағанбыз. Сіз Мөлдір апай кішкене кешік кірдіңіз ғой деймін. Есептерді біз муавырмен бастағанбыз. Түсінікті ме әріптестер? Біз бірінші жауабын алдық міне. Екінші жауабы
мынау жердегі минусы мынау жерде тұр ғой, минус деп. Көрсете салайын. Мынау жерде тұр ғой, минус деп. Біз жаңа мына жерде плюсын ала салдық, минусын алған жоқпыз. Екінші жауабында біз тура солай алуымыз керек. X квадрат тең болады минус 1 минус түбір астында 3i бөлінген 2 деп осыны шешуіміз керек. Бұны шешкен кезде ол плюс, минус, мынау қайтадан 2-ден 1 дәреже немесе түбір астына өтіп кетеді. И қайтадан муавырға салып жүрсеңіздер, бұл тамаша болады. Я, әріптестер уже рахмет деп жатыр, соған қарағанда түсінікті болды. Түсінікті ме, әріптестер? Келесі есепке көше береміз ба? Екінші жауабын өздеріңіз шығара аласыздар ғой, иә? Иә, түсінікті дейді. Иә, тамаша. Келесі есепке көше берейік. Екінші жауабын минуспен өздеріңіз шығарып алсаңыздар, өздеріңізді бір тексеріп аласыздар. Ой, мен мына жерде сызықтарым қап кетіпті ғой. Алып тастайын мына. Так. Мынау не дейді бізге? 9-шы есепте P және Q сандары нақты сандар. Түріне қарасаңыз, как будто бір қиын, күрделі бірдеңені айтып атқан сияқты, уже оқығым келмейді, бірақ оқып қарасаңыздар, бұл да өте оңай есеп. P және Q бізде сандары нақты сандар, тапқанда неге минусын алмадық? Минусын аламыз ғой, апай, мен соны өздеріңіз қараңыздар деп жатырмын ғой. Қазір. Бөле апай, қараңыз. Минусын аламыз. Мынау жердегі минусты аламыз. Біз бірінші жағдай тек x квадрат плюсын алдық. Плюсынан осы жауап шықты. Минусында аламыз, дәл осылай шығарып шығасыздар өздеріңіз. Тура осылай муавырға қойып көрсеңіздер, ол өте жылдан болады. И ол тура осының тек арасында минусы болады. Жауап А болатынын. Жауап мына жерде А. Біз қазір мынау жауапты алдық. Екіншісін дәл осылай шығарып көрсеңіздер, мынау жауап шығады. Түсінікті, иә? Түсінікті, рахмет. Кеттік онда келесі есепке. P және Q сандары нақты сандар. Альфа саны дейді, мынау 1 плюс 2i деген комплекс саны, мұндағы берілген теңдеудің түбірі екен. Бізде табу керек, нақты P және Q сандарын табу керек, және теңдеудің өзге түбірін табыңыз деп бізге тапсырманы беріп қойыпты. Ал қалай табамыз, қалай ойлайсыздар? Біздегі берілген, бұлай дейді, мынау альфа саны, мына теңдеудің түбірі дейді. О, тамаша, виетке қойып көрсек болады, я, виетқа келеді. Ол үшін бізге екінші несі керек, вообще күшті болайын деп тұр ғой деймін. Дискриминант тауып альфаға теңестірмейміз. Бірінші жолы мен негізі көрсетейін деп жатқам, z-тің орнына қойып, қазір виетпен де жасап көрейікші, Ақнұр апайымыз жазды ғой, прям виет деп. Виетқа да келу керек. Альфа саны деп тұрғанымыз мына теңдеудің түбірі, яғни x1 деген сөз ғой. Бізде мынау квадраттық теңдеу келіп тұрғы алдымызға. Квадраттық теңдеу шешкен кезде бізде x1, x2 деген екі жауап шығатын беді. Сол x1-іміз мынау болып тұр мына. Бізге солай деп айтып беріп тұр. Коэффициенттер әдісі келмейтін сияқты. Себебі коэффициенттер әдісі келу үшін оның бір жауабы бір болу керек қой, Жан апай. Коэффициенттер әдісінде x1, x2 түбірлерінің біреусі 1 болу керек, екіншісі с бөлінген а болу керек, дұрыс па? Бұл жерде 1 болып тұрған жоқ, 1 плюс 2i деп беріп тұр. Сондықтан біз коэффициенттер әдісі емес, скорее всего, бұл виетпен жақсы шығады. Мен виетпен көрген жоқпын, қазір қарап көреміз бірге. Және мынау x1 болғандықтан біз p мен q-ді табу үшін просто мынаны z-тің орнына алып барып қоямыз. x1 емес, z1 деп қарасаңыздар да болады міне. z1. Алып барамызда мұнда z тұр, мұнда z тұр. Сол екеуінің орнын алып барып қойсақ, p мен q-ға қатысты теңдеу шығады. Я, дұрыс. Екінші түбір түйіндесі болады. Мына жерде бірден тауып кетуге болады. z1 менде 1 плюс 2i болады, ал z2 менде 1 минус 2i болады. Осы арқылы негізі виетқа сала салсақ болады. Я? Немесе виетқа салмаймыз десеңіздер, орнына қоя салсаңыздар да болады. Ол үшін міне z1 бізге нақты беріліп тұрма, осыны квадраттап жібереміз. Себебі бізге квадрат керек қой. Мынаның квадраты деп тұрғаным міне. Ол менде 1 плюс 4i минус 4, тең 4i минус 3.
орнына қойып жіберейік. Екінші жолы ветпен бірге шығарып көреміз қазір. 4i минус 3, мен мынаның орнына қойдым. Әрі қарай плюс, мынау жақша өзгеріссіз қалады. P плюс 5i. Ал z-тің орнына мен мынау жауапты алып кеп қоямын. 1 плюс 2i. Плюс q, мынау бос мүше өзі өз күйінде қалады. Q 2 минус i тең болады 0-ге. Бұл жерде қатты бір қиындығы жоқ. Дәл осыны әрі қарай жай ғана ықшамдау керек. Потом өзі комплекс сандардың теңдеулерін уже түсініп қалдыңыздар ғой. Ықшамдап алып келеткенде тек қана нақтыны нақтыға, жорамалды жорамалға теңестіріп жүйе жасап жүреді, болды. Барлық комплекс сандарда теңдеулер шешкен кезде солай алып келе бересіздер. Ықшамдап алып келеміз де, нақтыны нақтыға, жорамалды жорамалға екі жаққа лақтырып жібересіздер, все бітті. Комплекс сан шешіле салады. Жақшаларды ашамыз. 4i минус 3 плюс, жақша ашамыз p плюс 2pi плюс 5i минус 10 десем, түсінікті, я? I квадрат менде минус 1-ді беріп жерді, сонымен минус 10 болып кетті. Әрі қарай 2q минус qi тең 0-ға. Ой. Енді нақты бөліктерін бөлек, жорамал бөліктерін бөлек жинаймыз. Жорамал бөліктерді бөлек бұлай астын сызып қояйын, чтобы шатасып кетпес үшін. И қалғандарын бөлек жинай саламыз. Так, p плюс 2q. Енді сандар ғана қалды, я? Минус 13 қалды. Болды ғой, я? Мен ешкімді қалдырмадым. Тең болады 0-ге. Енді жорамалды жинаймыз. Так, жорамал менде 2p минус q и сандар қалды ғой, дейм, 5 пен 4 плюс 9 тең болады 0-ге. Бітті. Болды. Неге 0-ға теңестірдік? Себебі оң жағында 0 тұр. Ол деген сөз, оның нақтысы да 0, жорамалы да 0 деген сөз. Солай екі жаққа бөліп теңестіріп жібере саламыз. Ал ықшамдайық. Мына жерден p-ны өрнектеп алайық та, бөлім екінші теңдеуге алып барып қоя салайық. P деп тұрғаным 13-тен азайтамын 2q-ді. Алып барамында орнына қоямын. 26 минус 4q минус q плюс 9 тең 0-ге. 5q-ді оң жаққа бірден лақтырып жерем. Сонда 5q тең 26-ға 9-ды қоссақ 35. Сонда q тең 7-ге. Ал p тең, q-дің орнына 7 қойсақ 14 минус 1-ге. Міне, q мен p-ны таптық. P мен q-ді таптық. Екінші түбірі міне түйіндесі болатындығын уже өздеріңіз айтып тұрсыздар. Түйіндесі болады екінші түбірі. Ол уже 1 минус 2i болады. Все, бұл бір жолы. Енді ветпен шығарып көреміз, бәртестер. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Что-то тұрсыздар. Минус 35 емес па? Мен бірден бұлай ауыстырдым да минусқа бөліп жібердім. 2p қайдан шықты? Қайсы 2p? Әдемі дейді. Рай апай. Рай апай, қалыңыз қалай? Түсінікті дейді. Так, 2p қайдан шықты? Қай жердегі 2p? Мынау екінші теңдеудегі ғой, дейм, я? Екінші теңдеуде мынау жерде, ой. Қазір тоқтай тұрмыз. Так, мына ашылма. Екінші теңдеудегі мынау 2p, бізде мынау жерде тұр ғой, жорамал бөлікте 2p, соны алып келдім. Сені тыңдасақ бәрі оңай ше дейді. Жоқ, өзге түбірлер 7 мен минус 1 болмайды. Huawei деп қойыпты. Өзге түбірлер емес, біз p мен q таптық. Мына жерде p-ны табу керек, q-ді табу керек. P, q сандарын табу керек. Және бізге теңдеудің өзге түбірін табыңыз деп тұр. Өзге түбір ол міне мұнда түйіндесі болады деп, z2-ні ол біз бірден тауып қойдық қой. Бізге 3 зат тап деп тұр ғой, есепте. P-ны тап деп тұр, q-ді тап деп тұр, және z2-ні тап деп тұр. P мен q шықты, z2 тоже шықты. Z2 негізі бірден уже берілгеннен қарап бірден уже айтуға болады, ол түйіндесі болатындығын. Енді қазір сол екеуі арқылы ветқа салып көрейік. Көрейік, бәртестер.
или өздеріңіз көресіздер ма? Я көрейік дейді. Ақнұр апайымыз жоқ дейді. Бірге көрейік дейді. Жақсы, бірге көрейік. Енді вет, көрсек көрейік. Вет теоремасы қандай теңдеуге қолданылатын еді? Келтірілген квадрат теңдеулерге қолданылатын еді. Естеріңізде болса, келтірілген деген ол бізде а квадраттың, яғни x квадраттың алдында а коэффициенті бірге тең болу керек. Біздің жағдайда дәл солай беріліп тұр уже. Жаңа Қайсы апайымыз айтты, сразу айтты ғой, ветқа қоямыз деп. Уже ол кісі сразу соны көріп тұр, яғни z квадраттың коэффициенті бірге тең. Енді жауаптар қалай жазылу керек еді бізде? Екеуінің қосындысы, дұрыс па? Түбірлерінің қосындысы менде тең болу керек еді. P плюс 5i ма? Де? Ал көбейтіндісі тең болу керек еді. Ой, мына біреусі минус болу керек еді ғой. Қайсы минус еді? Минуспен, мынау жерде минус сияқты еді ғой. Дұрыс, мына әріптестер жазып жатыр. Q2 минус I. Мен вет көп қолданбайтын көрініп қалма? Осылай еді ғой, вет теоремасы бойынша, дұрыс па? Енді алып келеміз да, бізде берілген мынау екеуін просто алып кеп орнына қоя саламыз осы жүйеге. И осы жүйеден бірден уже жауап бізге шыға салады. Алып келейік та қояйық. Z1 мен Z2 біздің алдымызда тұр. 1 плюс 2i плюс 1 минус 2i тең минус p минус 5i-ға. 2i мен 2i бізде жойылып кетеді, сонда минус p тең 2 плюс 5i-ға десем бола ма? 1-ден 5i-ді бері қарай өткізіп жердің. P тең минус 2 минус 5i болып қалды ғой мұнда. Біз бірдеңен қате жасадық па? Көбейтіндіге қойып көрейік. Қазір может теңестірген кезде басқаша шығатын шығар. Көбейтіндіге қойып көрейік. 1 плюс 2i көбейтемін 1 минус 2i-ға тең q көбейтілген, мен бірден мынаны неге ашпадым жақшаны? 2q минус qi-ға. Квадраттап жібереміз. Яғни мынау екеу маған нені береді? 1 плюс 4-ті береді, 5-ті береді, значит. Дұрыс па? 5-ті береді ғой, 2 q-ді мен мына жерден жақша сыртына шығарып жерсем, 2 минус i тең болады 5-ке. Сонда q менің тең 5 бөлінген 2 минус i-ға. Мынау ұзап кетті ғой. Қазір мен мынаны түйіндесінен көбейтіп, бөлшектен құтылуым керек енді бірінші. 5 бөлінген, жерде 2 минус i, 2 плюс i, мына жаққа да 2 плюс i-ді көбейтіп жібереміз. Сонда не болады? 4 плюс 1, 5 қалады, сонда 2 плюс i қалады екен. 2 плюс i қалады екен. P-да минус 2 минус 5i қалды. Неге бізде i мен қалды? Неге бізде жауап не істемеді? Что-то кім сызып жатыр менің немнің бетіне? Экраным бетіне біреу сызып тастады, жасыл-жасыл қылып. Неге ветпен бізде келмей қалды, әріптестер? Қалай ойлайсыздар? Мен мынаны алып тастайыншы. Вет теоремасын дұрыс қолдандық қой, біз? P минус 2 минус. Әріптестер. Мынау жерде біз деген бүйтіп не жасамайтын едік қой? Q. Так, 2 плюс i. Жоқ, бізде қате кетпеді деген сияқты. Ветпен почему-то келмей тұр. Или, вот мынау жерде қате кетіп тұр. Или, біздің қате мынау жерде. Мынау екінші түбірін таптық қой біз түйіндесі деп. Міне осы жерде біздің қате. Демек, ветке келмей тұрма, ендеше біздің екінші түбіріміз бұндай емес. Екінші түбірді табу керек деген сөз.
виетқа себебі біз екінші түбірді пайдаланып қойып тұрмыз ғой. Біз пайдаланып қойған кезде виетпен де бізге q мен p-ның жауабы тура осындай шығу керек. Демек бізде проблема екінші түбірде болып тұр бұл жерде. Мұнда, по-моему, біз қойған жерде ешқандай арифметический қате жіберген жоқпыз. Ой, мынаны мен алып тастайын. Сөйтейін да екінші түбірді көрейік. Себебі екінші түбірді біз дұрыс таппағандықтан бізге мынау виет дұрыс келмей тұрған сияқты. Виет теоремасы себебі барлық неде бірдей қолданылады ғой. Ой, міне. Кеттік, екінші түбір табу үшін не істейміз? Түйіндесі болады. Ол теорема дұрыс. Менде негізінде ол жерде нем жоқ. Не дейді? Теореманың бар екендігін білемін. Түйіндесі, екінші түбір түйіндесі болатындығын білемін. Сол екінші түбірді қалай тапқандарыңызды түсінбей қалдым дейді. Ол теорема бар. Апай, ағай, Хуавей деп қойған, кім екендігін білмеймін. Именно осы теңдеуде теорема бар. Бізде түйіндесі екінші түбірі болатындығы, яғни бірінші түбірі 1 + 2 екендігі белгілі болса, екінші түбірі соның түйіндесі болады деген бізде негізінде теорема бар. Немесе осы екінші түбірді табудың тағы бір жол бар, екінші жолы. Ол қандай? Мына жерде q тұр ғой алдымызда, иә? Және p тұр. Біз тауып алдық қой, бізге қажетті q мен p-ны біз уже тауып алдық. Не істейміз? Орын алып барып қоямыз. Иә, орнына қоямыз, дұрыс, Алтынай апай. P бізде -1, сонда мынау менде 5i - 1 z. Мен Алтынай апай сізді дұрыс не істеп тұрмын ба? Сіз сол біздің өзіміздің шексіздеп отырған Алтынай апайсыз ба? Омаров Алтынай апай. Плюс q менде 7-ге тең. Дұрыс танып тұрмын ба, Алтынай апай, мен сізді? Иә дейді. Тамаша, Алтынай апай. Z квадрат плюс 5i - 1 z. Мен мынаны жақшасын ашсам да ашпасам да бәрібір екен ғой, сонда да аша салайын. 14 - 7i тең болады 0-ге. Болды, енді мынау менде b, мынау менде c, мында a менде 1-ге тең. Просто аламыз да, ненің орнына жаңа не дейді, дискриминантын тауып, түбірлерін алып қоя салсақ, бізде шешімі екінші түбірлері уже бірден шығады. Бірақ сол жерде қазір проблемаға не жасаймыз? 5i ұзап кетеді себебі. Квадраты минус 4, 14 минус 7i. Дұрыс қой, ә? Так, квадраттайық, есептейік мұнда. 25 минус 25 минус 10i плюс 1 минус 14 4-ке көйтемін. 56, е? Иә, айтпаңыз, Камила апай. Плюс 28i. Менде қате кетпеген сияқты. Минус 55, минус 25, минус 80 ба? Минус 80. Минус 10 плюс 18 қалады. Мынаның алдына мен бірден жазып жібермеппін. Плюс 18i. Ой. Иә, бізде қараңыздар, дискриминант 80 плюс 18i деген жауап шықты. Енді бізде проблеманы айтайын ба осы жерде? Біз мынаның толық квадрантын қазір бөліп алуымыз керек. Себебі бізде қазір дискриминантты түбірден шығаруымыз керек қой. Немесе бұны біз жаңағыдай түбірден шығарып есептеп алуымыз керек болады. Z-тің қазір бірінші, екіншілерін тапқан кезде. 1, 2 менде болады. 1 минус 5i. Я мен сразу минус 1 деп қойдым. Неге минус 81? Или мен шатастым ба? Мен шатаспадым вроде. Плюс минус түбірдің астында 18i минус 80. Бөлімінде 2. Енді әріптестер қараңыздар, мынау жерде, мынау есептің қазір біз нақты жауабын алу үшін 18i минус 80-ді оңай есеп па дейді. 18i минус 80-ді түбірден шығарып алуымыз керек. Оны қалай түбірден шығарамыз?
Жаңа ғана көрсеттім иә, қалай шығаруға болатындығын. Қай бетті алып тастайын? Мына бетті ала берейін ба енді? Алынбай ма менде? Тағы бір бет қосу керек па сонда? Мен оны сохранить деп қойдым ғой деймін. Мен қазір тағы бір бет қосып жіберейін. Так. Міне аштым. Мен келесі бетті ашамын. Маған табу керек 18i, түбірдің астында 18i минус 80-ді табу керек. Бұл түбірден шығару үшін біз не істейміз дедік жаңа? Дәл осыны мынаған теңестіреміз. Бұл себебі бізде комплекстан ғой. Яғни біз түбірден құтылғымыз кеп тұр. Түбірден құтылу үшін теңестіреміз де екі жағын бірдей квадраттаймыз. Екі жағын бірдей квадраттаймыз. Сонда не болады? 18i минус 80 тең x квадрат плюс 2xy минус y-тің квадраты. Қай жерде? Ой, Нұрсат ағайымыз ба? Иә, уже ответтерін жазып жатқан сияқты мына жерде. Енді осы жерде нақтыны нақтыға, жорамалды жорамалға екі жаққа теңестіріп жібереміз. Нақтылары қайсылар бізде? X квадрат минус y-тің квадраты тең 80, минус 80. Дұрыс па? Ал жорамал бөліктері 2xy тең болады 18-ге. Немесе y квадрат минус x квадрат тең болады плюс 80-ге, ал xy-ім тең болады 9-ға. Ал енді жауапты тауып көріңіздер. 80 мен квадраттап азайтқан кезде 80 шығатындай, ал екеуін көбейткенде 9 шығатындай. 9 бен 1 ғой, иә? 9 бен 1 ғой. Кім 9? Y 9, ал x-ім 1 болып тұр. 1 мен 9 болып тұр, мұны. Жауап осындай. X пен Y-тің жауабы 1 мен 9 болып тұр. Ендеше біздің мынау түбіріміз, түбір астында, ой, қазына жазатын не болсын? Әбден стресске устойчивость хотечер болайын. Кеттік, мін түбірдің астында 18i минус 80 деп тұрғанымыз, ендеше біздің неге тең болады? 1 плюс 9i-ға тең болады екен. Енді все, мына жақтағы ненің орнына алып барып қоя береміз. Иә, осы бізде соңғы себебі ғой. Мынау жердегі түбірдің орнына алып барып, жаңағы шыққан ответімізді алып кеп қойып, ықшамдап жіберсек жеткілікті. 1 плюс 9i болып шықты ғой бізде мынау, иә? Тең 1 минус 5i, ал мен плюс не есептеп көрейік? 1 плюс 9i бөлінген 2. Тең неше шығайын деп тұр? 2 плюс 4i бөлінген 2. 2-ке бөліп жүрсек не болады? 1 плюс 2i. Біздің жауабымыз шықты ғой, е? Z1 деп тұрғанын жауабымыз шықты. Не деген зақ дейді. Біз негізі өзіміз ұзартып алдық қой. Енді екінші жауап біз минуспен қоюымыз керек. Дәл осыны минуспен қойып жібереміз қазір. Екінші жауап мынау жерде Z2, мұнан астыңғы жағына жазамын. Z2 менде тең 1 минус 5i азайтамын 1-ді азайтамын 9i-ді бөлімінде 2. Тең 1 мен 1 жойылып кетеді. Минус 5 пен минус 9 менде не болады? Минус 14, минус 14-ті 2-ге бөліп жіберсем, минус 7i болады екен. Все, екінші жауапта екен ғой. Неге жаңағы етпен шықпады деп қоям бәсе? Екінші жауап бізден минус 7i екен. Түйіндесі дегеніміз қате болған екен. Значит, біз теореманың бір жеріне дұрыс мән бермедік. Теоремада бізде нақты сандар болған жағдайда деген, именно коэффициенттері нақты сандар болған кезде деген сөзі бар. Негізі теоремада. Біздің жағдайда соны ескермей кеттік қой деймін. Біздің коэффициенттеріміз нақты сан емес қой. Біздің коэффициенттеріміз комплекс сан. P плюс 5i, Q2 минус i, бізде ол комплекс сан.
Вот сондықтан бізде ол түйіндесі шыққан жоқ. Жаңа біз лиетті көрмесек, біз екінші түбірі түйіндесе екен деп кетейін деп тұреді. Малатке апай мына жерге лапшаны іліп, сонымен сіздер соған сеніп кетейін деп тұр едіңіздер деймін да. Дұрыс болды, қайта лиетпен тексердік, шықпай қалды. Ох, значит, біздің екінші түбір дұрыс емес дедік та, біз наоборот қайтадан келдік. И екінші түбірді әдемі таптық. Екінші түбір бізде -7 и әдемі жауап шыға салды. Түсінікті ма әріптестер? Енді комплекс сан деген негізінде былай бір жалпы бір бүйтіп жақсылап бір түсініп оқып алсаңыздар, қиын емес осылай. Бірінің үстінен бірі, былай айналып шығып кете береді. Иілердің барлығы бірігіп кете береді. Жаңа квадраттары -1 болып кете береді, сондай болып шығып кете береді. А былайша арифметика ғой. Комплекс сан жалпы арифметика. Тамаша, күшті. Келесі бетін көрсетсеңіз дейді. Келесі беті деген соңғы бет па? Жаңағы түбірді қалай есептегеніміз? Осы есептерді дайындап отырған кезде жаңа ойлап едім мен, осы түбірден алуға да бір есеп көрсетсем бе екен, әлде түбірден алуға есеп көрсетпей ақ қояйын, совсем оңай болып кетеді ме екен, алмай ақ қояйыншы деп ойладым да. Соңына бір түбірден шығару деген есеп қойсам ба екен деп, ол жай енді амалдар орындау ғой негізі. Ол жай оңай есеп болып кетер, қой құрсын, түбірді қоспай ақ қояйын. Тағы қазір Алтынай апай сияқты мұғалімдер кірсе, ой, неме мынау оңай есептерді бізге көрсетіп отыр дейді ма деп қоспап едім, Құдай өзі қостырды ғой мына жерге. Керемет дейді. Мына последний беті жаңағы түбірден керек екен дейді. Плюс керек екен. Тамаша. Жалпы бұл енді комплекс сандар бізде квалтестке қосылып жатыр. Қосылып жатқан жоқ, жалпы квалтестке келіп жатыр. Сосын квалтесттің даталарын көрдіңіздер ма? Әріптестер, шықты ғой. Осы февральда 16-сынан 25-не дейін деп па тұр ма? Коэффициенттерін ақсам болу керек екен дейді. Дұрыс. Неде теоремада дұрыс. Біз сол жеріне мән бермей кеттік. Теоремада өзі коэффициенттері нақты сан болған кезде ғана жауап түйіндестері болады. Яғни біреу белгілі болса, екіншісі түйіндесі болады. Коэффициенттер жорамал болған кезде, яғни жаңағыдай не дейді, комплекс сан болған кезде ол уже түйіндес болмайды. Жауап басқаша шығады. Ол кезде уже қойып шешу керек. Жауабы Q тұрады, P тұрады и Z2 тұрады. Z1 бізде уже беріліп тұр ғой, себебі. Міне себебі бізден сұрап тұр P, Q және өзге түбірін, яғни Z2-ні тап деп тұр. Біздің мынау Z2-міз қате. Мынаны жіберген кезінде сіздер не жасаңыздар, мен мынаны қалай алып тастасам болады? Z2 дегенді мынау, ой, мен мынаны қазір алсам барлығы алынып кететкен. Мынау Z2 қате. Или мен қазір сызып тастайын үстінен. Z2 ол жерде ол емес, астында тұр. Қазір мен сызып тастайыншы, аты ертең сақтап жіберген кезде эфирге кірмеген мұғалімдер оны түсінбей қалады да, қате ғой мынау Z2-лерің деп. Міне. Ондай болмайды. Z2 бұл емес, бізде -7i шықты. Тамаша шықты, Өзім де риза болып қалдым шыққан кезде. Күш шығып кетті ғой деп, біз қатемізді андай бетімізге былай, қатемізді судың бетіне шығарғанда шығарды да, и бізге ответін дұрыстап бере салды ғой. Осындай жолдар маған ұнайды да. Күшті. Енді, әріптестер, осы 3 күнге жаңа ғана айтып өттім ғой, осы 3 күнге ашылған бізде пакеттер бар екендігін. Сосын мен қазір сіздерге Google форманы, Ақнұр, Google форманың ссылкасын жібересің ба маған? Google форманың ссылкасын мен қазір мынау чатқа жіберемін. Ақнұр апай маған қазір жіберсін. Google форманың ссылкасын мен қазір сіздерге жіберемін. Қазір Ақнұр апай маған Google форманың ссылкасын жіберіп берсін. Қай жерде тұрын? Жіберіп берші маған, қайтадан жіберіп берсінші. Мен қазір оны артқа қарай іздеп тауып не істеп кетемін. Сосын әріптестер, бізде білесіздер ғой, мынау жаңа ғана сұрап жатқан әріптестерге мен толық жауап беріп өтіп кете салайыншы мұнда. Максимум өзі осы уақытқа дейін мұнда әріптестерімізде отыр ғой, Алтынай апайлар, бұрынғы шексіздегісіз ба деп сұрап жатырмын ғой. Біз өзімізде оқыған әріптестермен прям андай бір мектепте істейтін әріптес құсап, бір-бірімізді жақсы танып сөйтіп қалғанбыз. Сондай прям күшті да. Сол сияқты біз барлық математиктердің мына жерде именно қажетті
деген проблемасы болады деген шешімдер мында сайтта тұр. Енді мен былай деп айтайыншы, жалпы математиктерді біздің курсты алып жатқан математик мұғалімдер білімі төмен мұғалімдер емес, наоборот, өте күшті, білімі өте жоғары, әрі сол білімді дальше тереңдетемін. Осылардан бізден ол қандай да бір какой-то бір басқаша әдісті, мысалы есеп шығару барысында ол кісілер бізді бұрыннан танымайды, бізді курс алған мұғалімдер. Мысалы жаңа ғана айтып отырған Алтынай апайымызға мен өзім риза болам. Ол кісі үлкен кісі, пенсиядағы, ол кісінің математикасы мықты, өте керемет. Мен өзімнен де мен ол кісіні мойындаймын, мен әрі ол кісіден өзім сабақ алғым келеді негізі кейде. Ол кісі тек Қазақстанда жұмыс жасамайды, ол кісі онлайн жаңа СНГ-мен жұмыс жасайтын білемін мен Алтынай апайдың, бірақ ол кісі бізден курс алды. Неге деп ойлайсыздар? Неге именно Алтынай апай, барсыз ба? Неге сіз бізден курс алдыңыз? Жазыңызшы шынымен. Қайдан көрдіңіз жалпы бізді? Осындай курсты алып көрейінші, осыларды, Алтынай апай жазыңызшы. Сіздің мен мықты екеніңізді білемін. Біліміңіз сондай терең екенін де білемін. Мен сізбен тікелей сөйлескенмін де, тікелей болғанмын да, сіздің жұмыстарыңызды көргенмін. Бірақ сіз бізден шексіз, прям андай жай ғана курс алған жоқсыз. Сіз бәрін алам дедіңіз. Шексіз алам дедіңіз, еще сіз шексіз алдыңыз. Неге алдыңыз сіз? Соған не жасаңызшы? Мен осындай мұғалімдерге риза боламын да, себебі ол мұғалімдер менің білімім күшті деп тоқтамайды. Себебі андай қанша көп білген сайын шексіз алыңыздар, өкінбейсіздер дейді. Инстаграмнан көрдім дейді. Қанша білімің тереңдеген сайын, сен мынау жердегі біліміңнің несі кеңейген сайын, сен наоборот уже жан-жақтан іздей бастайсың. Мен оқуым керек, значит, мен мынау математиканың, мен әлі мынау бір бөлігінде тұрмын, маған әлі мынау бәрін оқу керек деген сондай бір не тұрады да алдыңызда. Сондықтан андай біздің курсты оқып жатқан мұғалімдердің мен көпшілігін айтам. Алтынай апай сияқты мықты мұғалімдер бізде. Мықты мұғалімдер келет, біздің осындай бір эфирларға қатысады. Мысалы Алтынай апайдың өзі Инстаграмнан көрдім деп тұр. Инстаграмнан көреді. Біздің есеп шығарған, Инстаграмда да есеп шығарған қанша видеолар бар. Осындай тегін эфирлар бар, есеп шығарған, көрген. Какой-то бір өзіне қажетті методты көрген, значит, какой-то бір артық әдісті көрген, значит, осы чатқа салынады. Амангүл апай, осы WhatsApp, Zoom-ның чатына салынады. Қазір маған жіберсінші Ақнұр. Мен жіберем сіздерге. Жіберіп қойдым ба уже? Қазір жіберем. Сондай неден көреді де, жаңа тегін сабақтардан, видеодан, ютубтан көрген бір кісілер бар, инстаграмнан көреді. И, значит, осы жастардан бірдеңке алуға болады екен. Осы жастардан жаңаша бір әдіс көруге болады екен деп ізденіп кіріп алып жатады. Кейбір әріптестер бар, сіздердің курстарыңызды қайдан қалай алуға болады? Мен бірінші рет көріп отырмын сізді, керемет екен дейді. Тамаша, міне, сіз сияқты бірінші рет келеді, қарайды. Біз не үшін осылай тегін сабақтар өтеміз? Қолмен ұстап көрсін. Шынында не бар екендігін білсін. Математик болып кетсек, сол расында керемет болар еді. Семечке шағып жас маманмын. Үйренсем ғой, сол шексіз алдым дейді. Тамаша, Айдан апай, өкінбейсіз. Шексіз алғаныңызға негізінде өкінбейсіз. Неге? Себебі ол сізде шексіз жүреді қасыңызда. Сынып бағдарламасы керек па? Мына каждый сыныптың прям каждый тақырыбы бар. 11 сыныпқа дейін барлығы бар. Одан бөлек жаңа айтып жатырсыздар ғой, маған теңсіздік керек, маған теңдеу керек, интеграл керек, тағы да не керек? Мынау жерде барлық тақырып бөлек те бар. Математикалық сауаттылыққа дейін бар мында. Математикалық сауаттылықтан дайындап жүрген әріптестер бар бізде. Қалай дайындаймыз? Материал бар ма дейтін әріптестер бар. Бұл математикалық сауаттылықтың теориясын, именно сауаттылыққа қажетті теорияларды жинақтатқыздыртып, және есептерін, тапсырмаларын әдейі документ түрінде жасатқыздырттық біз. Не үшін? Себебі математикалық сауаттылықтан сабақ беріп 11 сыныпта дайындап жүрген әріптестеріміз көп, бірақ не материал берсем екен, қалай есеп шығартсам екен деген әріптестерімізге міне тест түрінде дайын материал сізге. Мынау қарамен көрсетілгені, бұл уже жауаптары. Математикалық сауаттылықтан материал керек па? Пожалуйста, міне. Одан бөлек сізге жаңа ғана айтып жатырсыздар ғой, интеграл қажет, теңсіздік қажет.
Міне каждый сыныптың каждый тақырыбы бөліммен бөлек тұр. Бұл именно мынау ең алғашқы жасалған сабақтар мұнда бөлімменен бөлек жасалған. Бұның барлығы өте терең білімде. Біздің ең алғашқы сабақтарымыз бұлар баяғыда 5500 теңгеден сатылған сабақтар. Алып көріңіз, өкінбейсіз. Одан кейін қалғанын алсаңыз да болады. Ал сынып бойынша қажет болса, мысалы мына бүгін айтып жатырмын ғой мен, 3 күннің сабағы, 3 күннің документі плюс 10-шы сыныптың алгебрасы мен геометриясы сіздерге тегін беріледі деп жатырмын ғой. 10-ның алгебра геометриясы жыл соңына дейін. Міне ол қалай жасалған? 10-шы сыныпта Шыныбеков пенен Абылқасымова мектеп баспасы бар ма? Екеуінде мазмұнында қандай тақырып бар? Барлық тақырып мұнда қамтылған. Барлық тақырып прям міне. Сіз ертең мысалы барып жатырсыз, қандай тақырып өту керексіз сізге, қай тақырыпқа келдіңіздер? Мысалы комбинаторикаға келдіңіздер ма? Міне комбинаторикалық есептер қосынды ережесімен барлық тақырып тұр и четко түсіндірілген. Бұл жердегі білім өте терең. Себебі бұл сабақтарды мықты тренерлар түсірген. Біздің Алматы қаласының РФМШ, республиканский физмат, областной физмат, городской физматтың мұғалімдерін прям іздеп жүріп, қарап жүріп, шақырып түсірткен. Бұл жерде міне каждый сабақ бірінші теория, бұл видео түрінде, тапсырма, талдау түрінде, ол прям жүктеп ала аласыз, дәл жаңағыдай математикалық сауаттылық сияқты. Видеода мынау жерге сізге керемет түсіндіреді. Мынау Иманғали ағайымыз комбинаториканы түсіндіріп жатыр мында. Иманғали ағайдың комбинаторикасын көргеннен кейін уже сіз комбинаторикадан қиналам деп айтпайсыз. Комбинаториканың есептерін любойын шашатын боласыз ары қарай. Барлығы осылай тұр. Және тапсырманың талдауына дейін тұр. Барлық сынып дәл осындай. Сізге қажеттісі қай сынып, сіз ашасыз, любой момент ертеңгі сабаққа дайынсыз. Сізге мысалы олимпиада керек па? Олимпиада тоже солай жасалған. Сыныппен 5-ші сыныптан бастап, міне 11-ші сыныптың олимпиадасына дейін жаңа сұрап жатырсыздар ғой. Олимпиадалық клубқа қалай мүше болуға болады? Бірге қалай жұмыс жасауға болады? Пожалуйста, мынау олимпиада курсын бөлек алыңыз. Олимпиада бөлек қанша, Ақнұр? 120 мың неше жылға? 3 жылға, Олимпиада бөлек 120 мың 3 жылға 24 аймен бөліп төлеуге алуға болады. Сіз аласыз, сіз тек қана олимпиаданы алмайсыз. Бұл жерде мынау, осы бөлімде не бар? Осының бәрі ашылады сізге. Олимпиада бөлімінде талдаулар бар, олимпиада сыныптар бар. Жаңа көрсеткен мынау айттым ғой, жыл-жылмен бөлінген олимпиадалар бар деп. Талдау бар, сыныптар бар, барлығы сізге беріледі. Одан бөлек сіз жаңағы жабық клубтың мүшесі боласыз, яғни чатқа қосыласыз. Каждый четверг бізде олимпиаданың клуб мүшелеріне Нұржігіт ағай тегін сабақ өтеді, яғни болып жатқан регата, басқа қандай олимпиадалар болып жатыр, соның барлығының есептерін бірге талдайсыздар, дайындық жасайсыздар. Одан бөлек оқушыларыңызды бұйырса марттан бастап уже оқытуға дайындалып жатырмыз. Оқушыларыңызды олимпиадаға дайындап береміз. Одан бөлек сіздер біздің олимпиада бойынша болып жатқан максимумның атынан қандай байқау болады, қандай не болады, соның барлығы жұмыс жасалады. Шексіз бар. Амангүл ағай, кім сұрап жатыр? Huawei деген кісі сұрап жатыр. Шексіз бар, 3 жылдықта бар, 5 жылдықта бар. Шексіз алуға да болады. 3 күндік сабағыңыздың записі мен PDF керек. Амангүл апай, бұйырса жіберіледі. 3 күндік сабақтың записі да PDF-да жіберіледі. Олимпиададан бөлек бізде ұбт-ға дайындық та бар. ұбт-ға дайындық үшін сабақтарды ашасыз, сізде міне дайын ұбт-ның жүйесі бар. Бұл жерде де тура солай теория, тапсырма, тапсырманың талдаулары. Барлығы. Google форма деп жатыр едіңіз ғой, дұрыс, мен қазір Google форманы жіберейін. Так, Ақнұр қайдасың? Міне мен Google форманың ссылкасын жібердім. Шексіз алып алуға болады. Шексіз қанша тұрады? Қазір Google форманы толтырсаңыздар, қыздар хабарласады. Сол жерде қыздармен хабарласып сұрасаңыздар болады. Мен бүгінге мынандай пакеттерді ашып отырмын. Бұл пакеттер 3 күнге ашылған. Бұл пакеттер 3 күнге ашылған. Бүгін 3-ші күн уже. Бүгіннен кейін мынау пакеттер жабылады. Жаңа айтып жатырмын ғой, олимпиаданың барлығы 120 мың 3 жылға деп жатырмыз. Жаңа 5-11 сыныптың барлығын ашып қарасаңыз, 10-11 сыныптар бізде каждый 20 мыңнан, 9 сыныптар 18 мыңнан, ары қарай 5-6 сыныптар 15 мыңнан. Сыныппен бөліп алсаңыз, 200 шамасы 16 мың ба шығады, ол 1 жылдық шығады. Бірақ осы 3 күнге ашылған мынау пакетте
20 000 теңге жеңілдікпен 100 000 теңгеге, мына жерде 120 деп тұр ғой, 20 000 теңге минус жасасаңыз, 100 000 теңгеге бүкіл 5-тен 11-ге дейінгі барлық, мен ссылка жіберіп қойдым уже. Неге Google формаға ссылка жіберіп қойдым. Қарай берсеңіздер болады. Барлық 5-тен 11-ге дейінгі сынып бағдарламасы плюс квал-тестке дайындық зуммен дайындық сабағына сіздер тегін қосыласыздар. Мынау пакет бойынша. Бұл пакет 100 000 теңге тұрады. Негізі бір рет алып алсаңыз 3 жылға доступ беріледі. Міне 3 жылдық доступ деп тұр. 100 000 теңгеге 3 жылға курсты алу, ол енді ойлаймын бесплатно берілгенмен бірдей. Себебі сіз айына бөлген кезде 100 000-ды 3 жыл деген 36 ай ма, 36 айға бөлген кезінде қанша теңгеден түседі? Айына 3 000 теңгеден түсіп тұр ма? Шамасы 3 000-ға жетер-жетпес теңгеден түсіп тұр. Осы WhatsApp-тың чатына, мен лично жіберіппін ғой, мына жерде лично емес, қазір всем деп жіберем. Мына мен дұрыс емес жіберіппін. Мына қайтадан жібердім ссылканы. Бұл бірінші пакет. Бұл 100 000 теңгеге 3 жылға сынып бағдарламасымен квал-тестке дайындық. Және VIP пакет, жаңа сұрап жатыр әріптестеріміз, шексіз бар ма деп. Мынау сол шексіздің 3 жылдық доступ пакеті. Бұл 3 жылдыққа не кіреді? 3 жыл бойына сізде мектеп бағдарламасы, ұбт, олимпиададан алған кезде сіз автоматом олимпиада клуб мүшесі боласыз ол жерде. Квал-тестке дайындық, ұбт-ға дайын жүйе, математикалық сауаттылық сізге барлығы 3 жылдық доступпен беріледі. Бұның бағасы 240 емес, қазір осы 3 күнге 180. Бұл уже ертең кешке дейін жабылады. Себебі осы. Бүгін жабыла ма бұл уже? Бүгін кешке түнгі сағат 12-ге дейін ба? Дұрыс па? Шексіз қажет деген әріптестер, осы маған екінші пакетті қажет деп жазыңызшы Google формада. И сізге қыздар шыққан кезде маған шексіз керек еді, шексізбенен несін айтыңызшы деп сөйлессеңіз, сізді шексізге де не істейді. Google форманы толтырғаннан кейін әріптестер, біз кеше 2 күн бойына толтырды ғой, бірінші пакет керек, екінші пакет керек жазып жатырсыздар ғой. Сразу нақты шешім қабылдап белгілесеңіздер, себебі қыздар хабарласқан кезінде арғы жағында телефон алмай, немесе тағы ойланып жатырмын, мынау, пожалуйста, егер сіз нақты дайынсыз ба, міне маған керек білім, маған керек олимпиада, маған керек осы 5-11 математика кәдімгі білімнің өзі қажет. Квал-тестке дайындық керек, категориям керек. Мен не дейді, өмірден алам, ішем, жейм, барлығын табам деген әріптесім, нақты белгілеңіз, сізге хабарласады, 24 ай ашық тұр, пожалуйста, бөліп алыңыз. Сөйтіңіз де оқыңыз, біліміңізді арттырыңыз. Білімді адам еш жерде қалмайды. Мен бірінші рет мектепке жұмысқа кіргенде мынандай едім, әлі де мынандаймын, негізі үлкен емеспін дейді. Оқушымен бірдей едім прям. Мен сразу физматқа кірдім ғой. Физматқа жұмысқа кірдім ғой мен бірінші рет. И маған бардым, тестпен қабылдады. Бірінші жылы 11-ші классты берді қолыма. Ақнұр апа екеуміз бірге кірдік. Бізге жас маман деп қараған жоқ. Бірінші жылы 11-ші сыныпты сеніп тапсыра салды. Себебі бізді тестпен қабылдады ғой, енді бірден үйтіп, ешқандай директор просто так тастай салмайды ғой, 1-ші сыныпты ма деп танымайтын. Google форма чатқа жіберілді ғой. Мен сол дұрыс екен. Дұрыс. Бірінші жыл мен 11-ші классқа бердім. Бір жыл қиналдым, айта аламын. Мойындаймын, бір жыл қиналдым, зато менің математикам деңгейі круто өсті, ол бір. Екіншіден, физматтың балалары, олар мынандай бірінші келген кезде бүйтіп отырады. Так, мына жас маман бірдеңе біле ма, өзі білмей ма? Бұның білімі қандай, өзі бірдеңе үйрете ма бұл деп бірінші сынайды. 1.90 сынады. Шын, мені 1.90 сынады. 2 ай бойына балалар сынады. Мынандай сұрақ қойып көрді, анандай сұрақ қойып көрді. 11-ші сыныпта мынандай тесттен бір есеп алып кеп көрді. Бірінші 90-нан кейін мені жас маман деген жоқ, кішкентай деген жоқ, оқушыға ұқсайды деген жоқ. Біліміме қарады да, бірден мойындады, әрі қарай уже бірге жұмыс жасадық. Айталам, мен сол жылдағы оқытқан, бізде өзі группаға бөліп оқытатынбыз, 12 балама оқыттық па, біреуі ғана грантқа түскен жоқ, қалған бәрі грант болды. Мен прям гордо оны айталамын. Рахмет, Салим апай.
Неге? Себебі ол грантқа түспеген баланың өзі де андай мамандықты дұрыс таңдамаған дейін да. Мамандықты просто жоғары балдық мамандық таңдаған, өзінің балына сәйкес келсе, ол негізі жаман бал жинаған жоқ еді. Жоғары бал жинаған еді. 12 бала оқыттым, біреуінен қалғанның барлығы грантқа түсті. Ол бірінші жылы берген 11 классым. Одан кейін мен неше 11 класс шығардым негізінде. Бірақ бірінші жылғымның опыты әлі күнге дейін есімде қалады, и мен өкінбеймін. Сондықтан мен жас мамандарға сразу мен сондай совет айтам. Бардың ба, қорықпа, 10-шы сыныпта ал, 11-шы сыныпта ал. 9-шы сыныптан баста, прямо 10-11-ден қорқып тұрсаң, 9-шы сыныптан баста. Баста, қорықпа, кіресіз, аласыз, мына жақтан, пожалуйста, курсты алып алыңыз, мен білмеймін, ізденетін уақытым жоқ десеңіз. Кіресіз, аласыз, каждый сабақты бірге қарап отырасыз, бір жыл қиналасыз, зато дамисыз. Біліміңіз күшті болады. Білімді адам еш жерде қалмайды. Нақты аламын деген әріптестер болса, білімімді тереңдетемін деген әріптестер болса, белгілеңіздер. Маған ұбт керек, маған олимпиада керек, маған квалтест керек, маған шексіз керек. Керемет эфир болды. Осы позитив қалпыңызда болыңыз дейді. Мен жалпы бәріне позитив сыйлағым келеді, негізінде бар ғой. Өмірді қиындатпаңыздаршы, барлығы жеңіл. Бүгін бітеді жеңілдік, Бүгін бітеді, себебі осы 3 күнге ашылған. 3 күнге ашылған. Қазір қыздар міне мен әдейі кішкене ертерек бітіріп отырмын, ертеңнің өзі 11 болып отыр дейін да. Бүгін қыздар сіздерге қазір 12-ге дейін шығады. Алам деген әріптесім, жазылыңыз. Алып қалам, ішіп қалам, жеп қалам, осы өмірді сүріп қалам деген әріптесім, пожалуйста, жазылыңыз, оқыңыз, біліміңізді тереңдетіңіз. Пожалуйста. Ақнұр, күліңіз, ұнап қалды дейді. Тамаша, рахмет. Толтырдық па әріптестер? Пенсионермін дейді. Осы пенсионер әріптестеріме бар ғой, мен таң қалам. Тағы талдайықшы нұсқа, именно сізбен келесізде дейді. Давайте талдайық. Негізінде жалпы каждый суббота біз бірге осы квалтест талдауға мен шығып жүрмін осы уақытқа дейін. Осы аптада ғой біз көбірек шығып жатқан, себебі мынау 24 ай ашылды ғой Каспий жұма. Каспий жұмада негізі обычно мысалы әріптестер біздің курстың бағасын алады да, ойбай, қымбат дейді. Негізінде қымбат емес. Сіз бөліп қарасаңыз, оның ішіндегі білімді қарасаңыз, оның бағасына былай не деген сабақтар кеткен ғой, құнды. Сол 24 айға бөлгенде, айына бөлген кезінде азғантай сумма түседі ғой. Бөліп төлеуге мен кешкі қосылып қалдым дейді. Бүгін тегін 10-шы сыныптың алгебра геометриясы беріледі, Маржан апай. Ал бөліп төлеуге 24 айға бөліп төлеуге алсаңыз болады. Чтоб сіздің қалтаңызды ұрмас үшін бөліп төлегенде 24 айға бөлсеңіз, ол білінбейтін жеңіл сумма түседі. Айына 5.000, 6.000 деген сияқты, мысалы, мынау 180 мыңның өзі 7.500-ге ғана түседі айына. Керемет сабақ болып жатыр 3 күн бойы дейді. Күшті, керемет сабақ болып жатыр. Керемет сабақтарыңыз дейді. Алтынай апай, рахмет сізге. Сіз прямо анда бізді не жасаған кезде солай, не дейді, сіз бізді мойындап, бағалап солай сабақтар туралы пікіріңізді айтқан кезде, ол біз үшін андай бағалы пікірлер болады ғой жаңағы. Сондай білімді адам біздің білімімізді бағалап жатқан кезде. Рахмет. Тегін қайдан аламыз? Азиза апай, тыңдаңыз, мен мына Google форманы жібердім, тағы да жібердім. Міне Айсұлу апай, Google форманың ссылкасын мен қазір тағы жібердім. Осы ссылканы басасыз, кіресіз, Google форманы толтырасыз, данныйыңызды қалдырасыз. Пакет қажет болса, бірінші пакет керек, екінші пакет керек, белгілейсіз. Сізге нақты қазір қыздар шығады, сөйтетті, қажет пакеттеріңізді алып береді. Егер пакет қажет болмаса, қажет емес дейсіз, сіз данный қалдырасыз. Осы 2-3 күн бойына сіздерге қыздар жекеңізге шығады тағы да. Сөйтетті, міне сіз осы 3 күн бойына сабаққа қатысыпсыз. Сізге 3 күннің сабақтарының ссылкасы, записі, және осы 3 күннің документі, және 10-шы сыныптың алгебра геометрия сабақтарына доступты ашып береді. Егер кімге қажет емес деді, 2-3 күн күтсеңіздер, сіздерге хабарласады. Ақнұр апай, демалайықшы, ертең жексенбі ғой. VIP дегенге. Барлығыңыз толтырдыңыздар ма, әріптестер? Ақнұр апай, сіз кеше, по-моему, жазылам деп беріледіңізді, бүгін хабарласа алмады ғой деймін сізге, қыздар. Керемет сабақ болды, рахмет дейді. VIP дегенге не кіреді? VIP дегенге, қазір көрсетем. VIP дегенге мында тұрған 4 бөлім түгел кіреді. Яғни сізге олимпиада керек па, математика керек па, яғни сынып бағдарламасы.
ұбт керек па, математикалық сауаттылық керек па, квалтест керек па, барлығы кіреді бұл випқа. Плюс виптің ішінде бізде квалтестке дайындыққа зуммен тікелей прям набор жүрген, зуммен тікелей өтіп жатқан не бар, курс кіреді он виптің ішіне. Және мынау 3 жылдықта оқушы бар ма, Ақнұр? Бұда жоқ, иә? 5 жылдық випта 5 оқушыны кіргізуге мүмкіндік кіреді. Яғни 5 оқушыңызға осы мынау алдыңызда тұрған сайттан қаласаңыз олимпиада, қаласаңыз ұбт, қаласаңыз жаңағы мектеп бағдарламасы аштырта аласыз. Оқушыға да випті алу арқылы сіз випті аласыз, және оқушыңызға ашылады. Мына Google форманы мен астына жібердім. Мынау Vivo V2-201 деген кісі жазып жатырсыз ғой, Google форманы қалай толтыру керек випке деп. Бұл кісі үлкен кісі ғой деймін. Сіз болмаса телефон номеріңізді осында жазыңызшы. Қазір Vivo деген кісі мына Google форманы мен жібердім. Осыған кіріп толтырсаңыз, сізге қыздар хабарласады. WhatsApp-ы бар номеріңізді жазсаңыз, сізге қыздар хабарласады. Егер толтыра алмасаңыз, маған VIP керек еді деп номеріңізді жазып жіберіңіз, мен қазір қыздарға берем, олар сол арқылы сізге хабарласады. Толтырмасаңыз, жазбасаңыз, біз сізді таба алмаймыз, сізге хабарласа алмай қаламыз. Так, кім дедің? Айман апай бар ма? Айман апай. Айман апай бар ма? Айман апай. Айман апай сіз ба? WhatsApp номеріңіз жазып жіберіңізші, сізді кешеден бері қыздар таба алмай жатыр ғой деймін. Қазір WhatsApp-та жоқ дейді. WhatsApp номеріңізді жазыңызшы. Айман апай сіз ғой, иә? Дүйсенбі болсынша аттестацияда келген есептер. Алдымен аттестация басталсын, 16-сына бұйырса, біздің әріптестеріміз кіріп шығады. Сосын ақырындап біз уже эфирлерді бастаймыз. Оны хабарлаймыз ғой. Асықпасаңыздар, чатта болыңыздар. Міндетті түрде чаттарға хабарлаймыз. Чаттағы хабарландыруларды былай фук өткізіп жаба салмай, ашып, кішкене неде хабарда болып отырыңыздар. В курсе болсаңыздар. Мына Айман WhatsApp деп жазып жерді, Ақнұр жазбашы. Болды. Қазір мен саған жібере саламын. Мына Айман WhatsApp, Айман апай шықты ғой өзі. Болма әріптестер, Google форманы толтырдық па? Басқа сұрақ жоқ па? Мен осы 3 күндік мынау пакеттерден қалып қалмайын, маған осы курс керек, мен білімімді жаңағыдай тереңдетемін, оқимын, маған курс қажет деген мұғалімдер толық толтырдық па? Қалып қалмаңыздар. Бүгін уже толық мынау не жабылады. 3 күннің бүгін уже қорытындысын жасап жатыр қой. 3 күнге ашылған курс қой, мынау жалпы пакет қой деп жатқаным. 3 күндік пакет уже жабылады. Сондықтан мүмкіндік болса алып қалыңыздар. Егер толтырып болған болсаңыздар, толтырдық деп жазыңыздаршы. Я деген сияқты. Или плюс белгісін қойыңыздаршы. Толтырдым, мен Google форманы толтырдым. Кім мен әлі Google форма толтырмадым деген әріптес бар ма? Мен себебі ертең уже эфирға шықпаймыз, бір-біріміз таппай қалмайық. Мен Google форманы толтыра алмадым, сол күйі мен Google форма таппадым деп. Шексіздегілерге толтырып қажет емес, негізі шексізге біз сразу, по-моему, неге жібере саламыз? Толтырдым дейді. Тамаша. Ұлжан апай толтырыпты. Все, Ұлжан апай. Бүгін толтырсыз ғой. Кеше 2 күн қатыстым деп жатыр едіңіз ғой. Тамаша, Ұлжан апай. Күшті. Ертең береді ма? Керек еді дейді. 10-шы сыныпты осы 2-3 күнде береді, Азиз апай. Сәл сабыр сақтасаңыз, 2-3 күннің ішінде қыздар хабарласады, береді. Үлгерсе, ертең кешке дейін хабарласып беріп қояды. Үлгермесе, дүйсенбі береді. Кішкене сабыр сақтасаңыздар, себебі 3 күн бізде 100-ден аса мұғалімдер толтырды, оның барлығына хабарласып шығу қыздарға өзі отырған 4 қыз, 4 қыз қалай хабарласып шығады дейін да, үлгермей жатыр. Ертең кешке дейін, воскресенье болса да ол қыздарды біз ұстап отырмыз, кешке дейін жұмыс жасайсыңдар. 3 сабақ записі керек. Болды, Салим апай сізге не жасайды. Алдыңғыларын толтырмадық. Гүлмира апай, бүгін толтырсаңыз жеткілікті. Бүгінгі номеріңізбенен хабарласады. Яғни 3 күннің Google формасының қандай? Гүлнұр апай бар ма? Гүлнұр апай. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет дейді. Рахмет, Маржан апай. Гүлнұр апай бар ма? Гүлнұр. Гүлнұр ма? Гүлнұр деген апай бар ма?
Гүлнұр апай жоқ ау деймін. Что-то жазбады. Мен дейді. Ахметова ма? Ақнұр? Гүлнұр апай, сіз номер жазбапсыз ғой? Google форма толтырдыңыз ба? Номер жазбапты дейді. Google форма толтырған кезде бірінші пакетті қажет деп таңдап бердіңіз, Гүлнұр апай. Телефон номер қалдырмапты дейді. Табылмай жатыр екен номеріңізді сізбенен хабарласу үшін. Егер толтырмаған болсаңыз, мен қазір Google форманың ссылкасын қайтадан жіберейін. Қайтадан номеріңізді жазып толтырып жібере салыңыз. Мен VIP пакеттемін дейді ғой, Гүлнұр апай. Бұл Гүлнұр Ахметова апай VIP пакеттегі. Значит, басқа апай ғой. Демек, басқа сіз емес. Мен VIP пакеттемін дейді ғой. VIP мұғалімдер бізде VIP болып отыра береді. Болма әріптестер, барлығыңыз толтырдыңыздар ма? Мен толтырмай қалдым деген әріптестер бар ма? Мен Google форманың ссылкасын таппай қалдым, мен толтырмай қалдым деп, себебі ертең чатта қайтадан іздеп жатасыздар. Чатқа Google форманың ссылкасы жіберілмейді, өкінішке орай. Себебі біз чатқа жіберсек, ол сабаққа қатыспаған мұғалімдер де ол жерде толтыруы мүмкін да. И біз ол неге не істей алмаймыз? Бізде шарт өзі солай болған. 3 күн сабаққа қатысқан мұғалімдерде жекелей хабарласып шақырдық, и жекесіне шығып бірінші күн форма толтырдым. Все, болды, бірінші күн толтырсаңыз жеткілікті. Жекесіне шығып, жекелей беріп жатырмыз. 10 сыныпты да, жаңағы 3 күннің записінде, документінде барлығын. Сондықтан ертең іздеп жатпаңыздар. Мен кеше қатысып едім, беремін деп едіңдер, қайда? Неге бермейсіңдер деп. Біз тек Google формадағы список бойынша хабарласамыз, сол бойынша ғана береміз. Жақсы ма әріптестер? Егер артық сұрақ жоқ болса, толтырып болған болсаңыздар, нақты пакет таңдаған болсаңыздар, қазір қыздар хабарласады сіздерге. Қыздар хабарласқан кезде сразу сіздерге қай пакет керек, қанша бөліп төлейсіз ба, бірден төлем жасайсыз ба, бірден сөйлесіп, бірден төлем жасап алып алсаңыздар, кері байланысты бірден берсеңіздер, себебі қыздар да басқаларға хабарласу керек, уақытты жағынан кішкене бізге көмектескен болатын едіңіздер. Мен жолдасым, мен хабарласам, маған жолдасым рұқсат берсін, мен күйеуімнен сұрайыншы деген әріптестер дұрыс. Күйеуіңізбен ақылдасыңыз, күйеуіңізден сұраңыз, бірақ мен мынандай зат айтайыншы, мен де күйеуімнен сұраймын. Любой әйелдің міндеті ол, любой затты жасаған кезде күйеуіңмен ақылдасып алу керек, пікірлесіп алу керек. Бірақ ше, күйеуіңіз қаншалықты жомарт деген сұрақ қойғым келіп тұр. Сіздің күйеуіңіз сізге қаншалықты жомарт, немесе сіздің проблемаңызды біле ма? Тіке айтқанда. Яғни сіз мектепке күнде барып жүрсіз, сіз оқушының алдында тікелей жүрсіз, сіз квалтестке өзіңіз кіресіз, күйеуіңізбен кірмейсіз, сіз олимпиадаға өзіңіз барасыз, күйеуіңізбен бармайсыз. Яғни сіз бетпе-бет келіп жатқан проблемамен күйеуіңіз біле ма? Ол проблеманы сіз күйеуіңізге айтпасаңыз, ол білмесе, ондай проблеманың бар екенін көрмесе, ой, зачем сонша ақшаны құртып, не аласың, күнде так-так барып жүрсің ғой, сол зарплатаңды алып жүрсің ғой, ала берсейші зарплатаңды деп айтады. Мен күйеулердің ответін сразу айтайыншы деймін. Тура солай айтады. Бірақ проблемамен қалатын сіз. Яғни бетпе-бет күнде кездесетін тоже сіз. Жаңағы коллективтің ішінде жүретінде сіз. Яғни абыройыңыз көтеріліп, неге олимпиадаларға қатысып, жетістікке жететінде сіз. Сабақтар тағы бола ма ертең квалтест алдында? Күлпашын апай, конечно, болады. Ертең квалтест басталсын, конечно, болады. Біз хабарлаймыз чаттарға бірден. Сол кездерде бізге кіріп отырыңыздар. Дұрыс па, әріптестер? Келісесіздер ма? Күйеуді көндіру бәрібір әйелдің қолында ғой. Әйел қаласа күйеуін қалаған затына көндіреді, әйел қаламаса күйеудің артына тығыла салады. Мен күйеуім рұқсат бермей жатыр деп. Бұл әйелдердің сондай қулығымыз ғой дейін, мойындайыншы бірден. Сондай ғой, әріптестер. Мен де тура соның бірімін дейін. Әйел қаласа, ол күйеуін көндіреді, қандай жолмен болса да. Әйел өзі қаламаса, мен күйеудің артына просто так, мен күйеуім көнбей жатыр, қоя сал деді, жазда берем деді, деген сияқты әңгіме айтады дейін. Все, жақсы, қайырлы түн, әріптестер. Күйеуіне вообще сұрамайды екенмін дейді Азиза апай. Енді бір отбасы болғаннан кейін, бір бюджет бір болғаннан кейін, конечно, ақылдасу керек.
қай жаққа жұмсағанды әрине бір хотя бы ескертіп деген сияқты сондай не жүрек керек. Енді ол солай ғой, бір отбасы бір ненің берекесін келтіру үшін деген сияқты бюджеттің. Енді оны оңды солды емес, дұрыс бағыттап жұмсасаңыздар барлығына жеткізуге болады. Рахмет, қайырлы түн. Онда мен мына нені өшіре берем. Так, мына записьті өшіре алайын мен бірінші. Мен толтырдым дейді.